Бүгін Ауғанстаннан кеңес әскерлерін шығару күнінің кезекті жылдығы аталып өтуде. 15 ақпан барлық қаза тапқан жауынгер интернационалистерді еске алу және аза тұту күні. Риддерде ауғаншылар саябағында, Коноваловская зиратында және Мәдениет сарайында еске алу шаралары өтті. Риддерде жауынгер ауғаншылардың қатысуларымен естелік шаралар өтті. Қалалық Мәдениет сарайында дәстүрлі ауған әндерінің ешкім соғыс үшін жаралмаған фестивалі өтті. Мәдениет сарайының фойесінде Шаңырақ мектеп гимназиясының жас сарбаз 6-шы кадет сыныбының оқушылары Ауғанстан соғысындағы ардагерлер үшін саптық дефиле дайындап, автоматтарды шашу және жинау шеберліктерін көрсетті. Ауған әндері және сарбаздар әндері фестивалі ауған соғысы туралы естелік біріктіргендерді жинады. Риддер қаласының әкімі Дмитрий Горьковойдың және атқарушы биліктің атынан сіздерді жауынгер интернационалистер күнімен құттықтауға, өз құрметімізді білдіруге рұқсат етіңіздер. Бұл әрі қуанышты, әрі қайғылы оқиға. Интернационалдық жауынгерлік борыштарыңызды сіздер абыроймен өтедіңіздер. Алайда көпшілігі өмірлерін, денсаулықтарын қыршын етті. Ауғанстан соғысы жақындарын мәңгіге әкеткендерге басымызды иеміз. Ал үйге аман-сау оралғандарға алғысымызды айтамыз. Бүгіндері сіздер жауынгерлік ағайындықты, патриотизмді дәріптеп келесіздер. Патриоттық тәрбиеге зор үлестеріңізді қосып жүрсіздер. Құрметті жауынгер интернационалистер, сіздерге зор денсаулық, баршамызға сәттілік және бақыт тілейміз. 34 жыл бұрын 15 ақпан 1989 жылы кеңес әскерінің шектеулі контингентінің соңғы сарбазы мемлекеттік шекарадан өтіп, Ауғанстан Демократиялық Республикасынан кетті. 9 жыл және 51 күнге ұзаған ауған соғысы аяқталды. Разрешите от имени местных органов военного управления поздравить вас с этой знаменательной. Жергілікті әскери басқармасы органдарының атынан сіздерді Ауғанстаннан кеңес әскерлерін шығару күні елеулі датасымен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Отанға деген адалдықтарыңыз бен ерліктеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Зор денсаулық, жан тыныштығын, бейбіт аспан тілейміз. Отбасыларыңызға бар игілік тілейміз. Кешегі соғысты біз қазір де үреймен еске аламыз. Қазақстанда осындай оқиға болмасын деп тілейміз. Жылда Риддер тұрғындары ауған әндері фестивалінде Ауғанстанда қаза болған сарбаздарды еске алып, соғыс жолын өтіп, отанға өз интернационалдық парызын өтеп оралған жерлестеріне құрмет көрсету үшін жиналады. Дорогие риддерцы, сегодня вы встретили наших ребят. Құрметті риддерліктер, бүгін сіздер жауынгер интернационалистерді кездестіріп, барлық жақсы тілектеріңізді айттыңыздар. Бұл жерде біздің жігіттердің жақындары да отыр. Бүгін келгендерге Ауғанстан аумағына қосқан үлесімізді бағалап, жылы қабылдап, құрметтеп жатқандарыңыз үшін шын жүректен ризамыз. Аспанымыз ашық болсын, денсаулығымыз зор болсын, бақытымыз молынан болсын. Оқушыларға оқуда жеңістер және түзу жол, және ең бастысы бейбіт аспан тілейміз. Ауғанстанда борыштарын өтегендердің арасында біздің жерлестеріміз де болды. Үнсіздік минутымен қаза болған жауынгерлерді, Владимир Байгачевті, Александр Мещеряковты, Сергей Мусахрановты, Сергей Степановты, Александр Беляевті еске алып, құрмет көрсетті. Олар анттарын, парыздарын адал өтеп, қатыгез шайқастарда ерліктері мен қаһармандықтарын, жауынгерлік рухтарын көрсетті. Естелік шаралардың тізбегі Ауғаншылар саябағындағы өз шамшырағыңды жақ акциясымен аяқталды.